Түсінбек көрермен, біз бүгін 9-шы сыныптың бір өлшемді массив тақырыбын талқылайтын боламыз. Массив дегеніміз бұл бірдей типтегі деректердің реттелген жиынтығы. Массивтің элементтері жадта қатар орналасады, және де әрбір элементке индекс арқылы қол жеткізуге болады. Массивтің үш түрі бар. Бір өлшемді, екі өлшемді, көп өлшемді болып бөлінеді. Массивтің типтері бар. Сандық, мәтіндік, символдық болып үш типке бөлінеді. Бір өлшемді массив дегеніміз ол бірдей типтегі элементтерден тұратын реттелген тізімді айтамыз. Массив элементтері индекс арқылы реттеледі, және де сол индекстер арқылы оларға қол жеткізе аламыз. Мысалы, from array, import array. From дегеніміз ол массивті таныстыру. Import дегеніміз индекстің бастапқы мәні. Келесі жолында бізде a тең, array жақшаның ішінде сандар немесе әріптер болуы мүмкін. A дегеніміз бұл бізде атау. Бірдей типтің массив элементтерінің құралған. A тең 12, жақшаның ішінде b, 34, 6 деген сияқты, және де тырнақшаның ішіндегі сөз бұл бізде a тізімі бүтін сан. Символ нақты және жолдық типтерден құралған. Келесі бізде from array, import array. Келесі жолында a тең array, жақшаның ішінде тырнақшаның ішінде I. N тең int. Мен жаңағы айтып кеткен мысалда from array, import array. Ол бір өлшемді массив элементтерін енгізу үшін таныстырады. N тең int, жақшаның ішінде input массивтің ұзындығын енгізеді. A тең тік жақша 0, көбейтілген n. Бұл бізде компьютер жадының массив элементтер үшін ұзындығы n орнын ажыратады. For I in range, жақшаның ішінде 0 үтір n, қос нүкте I үшін цикл мәні 0 мен 9 арасында өзгереді. Және де соңғы жол бізде A тік жақшаның ішінде I және int, тырнақшаның ішінде input массив элементтерін пернетақтадан жеке-жеке енгізеді. Енді келесі практикалық тапсырмаға көшетін болсақ, экранда көріп тұрғандарыңыздай бізде компьютерде орындайық тапсырмалары. Бірінші тапсырма, дайын программа кодымен танысып, Python тілінде тексеріңіз. Python программасын ашыңыз, яғни бұл 3 нүктеде көрсетіліп тұрған, ол сіздердің практикалық жұмыстарыңыздың жетелейтін көмекші қолданыс көзі. Бұнда кодта көріп тұрғандарыңыздай from array, import array деп жазғандары, міне мысалы осы n тең 5 деген сандарды жазсаңыздар, өздеріңіз нәтижені қарап көрулеріңіз қажет. Және де келесі бізде массивтің түрлері, массивтің типтері, массивтің ерекшеліктері өздеріңіз тауып жазып көріңіздер. Ал келесі бетте бұл бізде жауаптары. Ендігі келесі массив элементтің мәні, массив элементтің атауы, массив элементтің индекстарын әрбіреуін сәйкестендіріп орындарына қойсаңыз.